Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ит арнасының көрермендері және де жаңадан қосылып жатқан подписчиктер. Бұл менің бордақыда тұрған бұқаларым. Так, бүгінгі сіздерге айтатын бір жағдай бар. Бұл бұқалар енді тұрғандарына 4 айдан асты. Алланың қалауымен салмақ қосып келе жатыр. Енді салмақ қосып келе жатқан кезде біз аңғармаппыз да бұл бұқаларды. Аңғармаппыз. Сәл кішкене бір келеңсіз оқиғалар болды. Цептар мойнын қиып тастапты біраз өткен кезде. Цепті қарамағанмын ғой. Цеп мойнын қиған кезде уже нетіп баратыр. Қиып сондай бір өте нашар болып бара жатқаннан кейін осындай арқандар алдық, міне. Тамаша арқандар. Цеппен үйтіп өткізіп, цеп тағып қойдық. Мойнына да жеңіл, және де Алла қаласа мойны жуандаса да біраз орын бар. Сондықтан бұқаларды жиі қарап отыру керек екен. Цептан гөрі тоже арқанда жақсы сияқты, өйткені жеңіл, өзін жақсы сезінеді да бұқа. Так, міне бір бұқаға ауыстырдық. Міне екінші бұқаныкін ауыстырдық. Үшіншісін, төртіншісін ауыстырдық. Мына қатарда міне 5-шісін ауыстырдым, 6-шісін ауыстырдық. Мына жақ қатарда міне 7, міне 8. Ал мына бұқалардың цептары өте жақсы цептар бұлар. Жақсы ыңғайлы бос цептар. Сондықтан цептарды қарап отырған өте абзалырақ болады екен. Қазір міне кешкі уақыт, кешкі суларын беріп жайғауға кірдік. Бұқалар демалып жатыр. Ауа райы өте қолайсыз болып тұр, еріп жатыр. Жердің барлығы саз су батпақ. Міне бұқалардың күйі осындай.